Сәлем достар, бүгін менің алғашқы влогыма қош келдіңіздер. Бүгін интродан байқаған боларсыздар. Бүгін влогымда бір күннің күнімен таныс боласыздар. Және мені бүгінгі өте сапалы, качественный влогымен құттықтап қойсаңыздар болады. Себебі менде новый сотка және петличка алғам. Надеюсь, жақсы естіліп, жақсы шығады видео. Және мен қазір онлайн сабақ, бұрын офлайн оқыған болатынмын. Осы офлайн мен онлайн сабақтың екі айырмашылығын айта кетсем, маған негізінен онлайн сабақ ұнап жатыр. Себебі өте бір жағынан уақыттан ұтасың, былайша айтқанда ыңғайлы. Ал офлайн сабақта оның да жақсы жақтары бар, яғни бәрі көзбе-көз, білім саған өте сіңімді болады, бірақ уақыттан ұтыласың, менің ойымша. Сондықтан маған онлайн сабақ ұнап жатыр, және мен қазір сіздерге осы оқу бөлмеме тур жасағым келіп тұр. Кеттік. Менің рабочий столыма жақындадық. Бұл жерде мен осы жаңа болған сабақтардың дәптерлері, бұл күнделік, бұл менің армандар картам, көріп тұрғандарыңыздай, бұл ноутбук, және мына жоғары жақта дневниктарым және кітап. Бұл ағылшын тілін оқуға арналған қолдан жасалған сөздіктер, пенал, аржағын барлығы кітаптар. Бұл жерде Құран кітапты, дәрі, анау. Және осы жерде осы күнделіктермен сіздерге көрсетіп жіберейін. Менде 1, 2, 3, 4, 5 күнделік бар екен. Бірінші мен осы жақында алдым бұл күнделікті. Бұл яғни әр айдың өзіме есеп беруге арналған күнделік дедім. Бұны мен нешінші? Қазір 2020 жылдан бергі күнделігім екен. Бұл екеуі ойларды жазуға арналған, бұл мақсаттарды жазуға, ал мынау көптеген пайдалы лекцияларды көрген кезде, ақпарат алған кезде соны жазып алатын күнделік. Сіздерге оқитын бөлімені таныстырып болдым. Енді маған қазір лекциялар жазып тастау керек. Бірге тамашалайық. Бүгін күннің соңғы мәресі, бұл кеш деп атты. Мен қазір өзімнің көптен жасамай кеткен уход жасайын деп жатырмын. Менде анау айтқандай бір уход жоқ, бірақ бармен базар деп, бұл ерінге арналған бальзам, ал мына санамай кірпік пен көзге арналған крем для рук. Осы кешкі уходпен бүгінгі влогым соңына таяп қалады. Өзім уход жасап отырып, сіздерге план туралы құттай әңгіме қозғағым келіп тұр. Мен қазір осылай уход жасап болғаннан кейін ертеңгі күнге жоспар құрамын. Кішкене жай сөйлеп тұрмын, потому адамдар ұйықтап жатыр деген сияқты. Сағат қазір бізде кешкі 11:55 кетті, почти 12 сағат. Жалпы күнді жоспарлау негізінде пайдалы екенін бәріміз білеміз, бірақ көп ешкім орындай бермейді. Неге? Себебі бұл нәрсенің мағынасын білмегеннен кейін бұл нәрсені жасау көбіне адам еріне. Жалпы жоспарды ең әуелі кіші нәрсе, яғни келесі күнге, үлкен жылға жоспар құрмайтын адам болсаңыз, мысалы
келесі күнге ең әлі жоспар жасап бастауға болады. Мен мысалы өзім енді бір туыла салғаннан жоспар құрып өзімді уақытпен есептей бастап туылдым деп айта алмаймын. Оған да потихоньку келдім. Мен негізінде осында развитие, саморазвитие байланысты ойларым. Карантин қалай басталды, солай менде развитие басталды. Сол жылдарда, может, кейбір адамдар біледі, кейбір адамдар білмейді. Айжұлдыз Абдайбекованың даму деген марафон бастады. Ол кезде мен даму деген нәрсені, развитие, алдағы өмірге жоспар, позитив деген нәрселерді вообще білмейтін адам. Сол марафонның арқасында көзіміз ашылып, содан басталған. Даже сол кездерде менде әр сағатқа жоспар жасап, әр сағатымды жоспарлайын деген ниет басталған. Сол күнделіктерім бар. Если хотите, комментарийге жазыңыздар. Мен оған бөлек видео арнаймын. Және содан кейін әлі күнге шейін уже жоспар құру мен қаныма сіңіп кетті деп айтсам болады. Менде жоспар болмаса, мен үшін күнім быт-шыт. Өзімді кінәлау, сен бүгін бір пайдалы нәрсе істеу керексің деген сияқты. Уже ойымда қалыптасып қалғанда, бір күнді бос өтпеуім керек. Либо, если жоспар құра алмаған жағдайда, либо новый ақпарат алуым керек, либо кітап оқып қалуым керек. Сондай қалыптасып қалған ғой менде. Ерінге жағатын, інім сынып саған, қолыма жағатын, түсінбей қалмаңыз. Содан бері жоспар құру оқиға осылай. Мысалы, көп задача болып кетсе, мен онда өзіме мынадай шарт қоямын. Если осының барлығын орындасаң, онда көптен көре алмай жүрген киноңды көресің деген сияқты. Онда көптен алмай жүрген затыңды аласың деген сияқты шарт қоямын. Сосын мида уже процесс басталады. Сол нәрсеге жету үшін осыны істесең, жетесің деген сияқты. Жоспар пайдалы. Бүгін күні бойғы менің влогымды тамашалағандарыңыз үшін мыңда бір алғыс. Влогым өте ұнады деген үміттемін. Осыған лайық түрде маған еңбегім үшін лайк басып, пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Және міндетті түрде тіркеліңіздер. Келесі видеода жоқпын.